Құрметті білім алушылар, пәніміз қазақ тілі. 9-шы сыныптың қазақ тілі пәніне қош келдіңіздер. Бөліміміз пунктуация, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Сабақтың тақырыбы Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Оқу мақсаты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Сабақ мақсаты әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыруға үйренетін боламыз. Бағалау критериіміз мәтінді зейін оқиды, берілген ақпараттарды өмірмен байланыстыра алады, мәтіндегі ойлар мен ақпараттарды пайдаланып, өз көзқарасын білдіреді. Қызығушылықты ояту мақсатында халықаралық жіктеу бойынша ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мынадай 10 топқа бөлінеді екен. Назар аударайық. Бірінші, қатаң түрде қорғалатын табиғи ғылыми резерваттар. Екінші, ұлттық саябақтар. Үшінші, табиғат ескерткіштері мен табиғаттың ерекше көрікті нысандары. Төртінші, табиғат қорғауға арналған резерваттар. Ал бесінші, қорғалатын ландшафтлар. Алтыншы, табиғат ресурстарын сақтауға арналған резерваттар. Жетінші, антропологиялық резерваттар, адамның іс-әрекетімен жасалған нысандарды қорғау. Сегізінші, жергілікті жердің өзетін табиғи қорғалатын және түрлі мақсатта пайдаланатын аумақтар. Тоғызыншы, биосфералық резерваттар. Оныншы, бүкіл әлемдік маңызы бар тарихи және табиғи орындар. Жазылмалды тапсырмасы Қорғалжың және Наурызым қорығының суреттерін көріп отырсыздар. Ендеше осы қорықтар туралы мына бейнематериалдарды тамашалайық. Өзіне лайықты. Оны сүтқоректілердің 38, құстың 274, бауырымен жорғалаушылардың 6, қосмекенділердің 2, қоңыздардың 300, балықтың 11 түрі мекендейді. Бірақ бұл жердің ерекше сәнін кіргізіп, салтанатын арттыратын иесі қызғылт қоқиғаз. Сирек кездесетін бұл құстардың солтүстікке келіп ұя салатын ең шеткі нүктесі осы Қорғалжың. Қоқиғаздар баяғы палеоген дәуірінде теңіз қорғалжың ойпатын Тетис теңізі басып жатқан кездің өзінде осы жерге келіп ұялаған. Сонда олар бұл жаққа не үшін ұшып келеді? Оның себебі тұзды су қоймаларында жатырген, яғни фламинганың негізгі жемі шаяндардың осы су қоймаларындағы популяциясы өте жоғары. Қызғылт қоқиғаздардың саны бір маусымда 60 мың басқа дейін жетеді. Бірақ онымен шектелмеуге де болады. Теңіз өзенінің азық қоры 15, тіпті 16 миллион құсты асырауға еркін жетеді. Наурызым мемлекеттік қорығы Қостанай облысы, Наурызым және Әулиекөл аудандарында орналасқан. Еліміздегі қорықтардың ішіндегі ең алғашқы құрылғандардың бірі де осы Наурызым қорығы. Яғни қорық 1931 жылдан жұмыс істеп бастаған. Кейін 1966 жылы көлемі кішірейіп қайта құрылды. Қорық 87.700 гектар жерді алып жатыр. Мұнда жоғары сатыдағы өсімдіктердің 300-ге жуық түрі өседі және жан-жануарлар дүниесіне де бай. Мәселен, сүтқоректілердің 40-тан астам, құстың 250-де және балықтың 10-ға жуық түрі тіршілік етеді. Сондай-ақ мұнда аққу, безгелдек, дуадақ, ақсұңқар, тарғақ сияқты саны жылдан жылға азайып бара жатқан құстарды кездестіруге болады. Бұл аймақта су көздерінің мол болуы көктемде жыл құстарының ұшып келіп ұя салуына мүмкіндік береді. Қорықтың біршама бөлігін орманда алқап алып жатыр. Орманның көркі бұғы тұқымдас жануар бұлан. Қорықтың ішінде осындай тұма табиғатты жан-жақты таныстыратын табиғат мұражайы да жұмыс істейді. Наурызым қорығы тұрақты зерттеулері жүргізіліп келе жатқан өмірдің бірі. Қорықтың табиғатын зерттеуге шетел ғалымдары да үлкен қызығушылық танытып отыр. Сондай-ақ ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген. Туған жерге туыңды тік. Бірінші тапсырма. 27-ші аудиометінді оқып,
немесе тыңдап, қорғалжың қорығы мен наурызым қорығының ерекшеліктерін талқылаңыздар. Сұрақтар әзірлеңіздер, жоспар құрыңыздар. Бұл тапсырма оқулықтарыңыздың 139 бетінде берілген. Жазылым тапсырмасы Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар деген тақырып бойынша берілген жағдаяттың бірін таңдап, рафт стратегиясы мен жазба жұмысын жазыңыздар. Дескриптор білім алушы рөлді таңдайды, аудиторияның қызығушылығын тудырады, мәтіннің жанрын сақтайды, тыныс белгілеріне ерекше назар аударады және тақырыпты ашады. Рөлдеріміз оқушылар, жастар, жас экологтар, аудиториямыз жастар, туристер, халық, формамыз хат, үндеу, жарнама. Міне біздің мақсатымызға сай әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазатын боламыз. Тақырыбымыз Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауға өз үлесімізді қосайық. Жазылымнан кейінгі тапсырма. Адамзаттың табиғатқа тигізіп жатқан пайдасы көп пе, зияны көп пе сауалы бойынша ауызша еркін микрофон әдісі бойынша бүгінгі күнмен байланыстырып, өмірден нақты дәлелдер келтіре отырып, пікірлеріңізді ортаға салыңыздар, немесе жазыңыздар. Жетістік баспалдағы тапсырмасын орындаңыз. Жақсы түсіндім, сұрағым бар, мүлдем түсінбедім. Құрметті білім алушылар, үй тапсырмасы Білімлен Дарын онлайн сайттарынан тест тапсырмасын орындаңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Әмірқанова Сара Бекетқызы.